Бүгінгі біздің сабағымыз этюд тақырыбында. Этюд дегеніміз не? Ол іс-қимыл арқылы өзіміздің ішкі сезімімізді жеткізе білу. Бұл жерде реквизиттерді мейлінше көп ойнатамыз. Сіздердің актерский шеберліктеріңіздің дәрежесін білеміз. Ол үшін қазір біз екі командаға бөлініп, өзіміздің өнерімізді көрсетуге бөлінеміз екі командаға. Қан қыздар, бастаймыз. Стоп, не көрсетіп атсыңдар? Мен сендерге қанша уақыт бердім, екі команданың ішінде сендерге көп уақыт алдыңдар, ал не көрсетіп атсыңдар? Босқа уақыт алмасаңдар, қанша уақыт болды оқып атқандар? Өнерлерін көрсетсеңдерші, дұрыстап. Бар, орындарыңа отырыңдаршы. Тез болшы. Келесі команда. Шығамыз. Вот, міне өнер, молодец, жарайсыңдар қыздар. Аз уақыт берілсе де әдем дүние көрсеттіңдер. Молодец. Мына жерде бір-екі нәрселерді туыла жүргенде вообще әдем дүние шығатын еді. Молодец, сахнаның әдептілігі барлығын әдем ұстадыңдар. Молодец, кәне орнымызға отырамыз, жарайсыңдар. Бибігүлдің командасы молодец. Так, жігіттер, менде бір қуанышты жаңалық бар. Ол қандай жаңалық? Мен кнопкалар таптым. Қандай кнопка? Алтын және күміс. Оларды қалай аламыз? Вот, соларды қалай алуды ойластыруымыз керек. Так. О, менде бір жоспар бар. Қалайсыз? Бибігүл, өздеріңді күштімін деп көрсетеміндерші. Біз айрақсыз То осыларға не жетпейді? Қоя берші. Олар кнопканы алғаннан кейін маған аз беріп қалайын деп, сондықтан да мен өзіме команда жинауым. Босай, не ақ тұрсың? Қазір. Тоқтай тұршы. Привет. Сен оқуға жаңадан келдің ғой, да? Я жаңадан келдің өзіңші? Мен де жаңадан келдім. Сенің атың кім болады? Жаным, сенің атың кім? Жанерке. О, керемет. Жасың қанша да? 16. Сен Мен де 16-дамын. Жақсы. Екеуміздің жасымыз бірдей екен. Сен қазір қайда қайтасың? Колосқа. Сен де колосқа тұрасың ба? Сендер бізбен қасарсаң деп ойламай қойыңдар. Бәрібір де ол балалармен қалып кетеміз. Осылайша. Бұдан не қылбыз? Жоқ. Осылар мама ке. Бірақ сонда да мен сіздерге қылбыз. Менде мынандай план бар. Олардың барлық пландарын мен білем. Сондықтан сендерге анық-қанығын бәрін айтып берем. Ал сендер
сендерге өздеріңе нақты айтып берем, ал сендерге доля өздеріңе көп берем. Все, братан, брат. Болды, короче, брат. Давай, жігіттер, бірге барайық. Давай. Аналар құтырып кетті ғой. Оларды өз орнына қою керек. Сол ғой. Не істейміз? Бірдеңе ойлап табу керек. Оларды өзіме қыл.